Саламатсыз Саламатсыз ба? ба? Қалай? Саламатсыз ба? Қалайсыздар? Саламатсыз ба? Аллаға шүкір, өзіңіз қалайсыз? Денсаулығыңыз қалай, жақсысыз ба? Өте жақсы, керемет. Өздеріңіз қалайсыздар? Жақсы, Аллаға шүкір. Құрметті оқырмандар, бүгін барша Маңғыстаудың мақтанышы, күміскөме әншіміз, сонау Айгүл Қосанова, Ақмарал Ерімбетова апаларымыздың ізін жалғап келе жатқан жалпы біздің мақтанышымыз күміскөме әнші бүгін мұнаймен кезекті сұхбатта Жайна Тарғынова, Рахмет, рахмет. Қазақстан қатысушысы, финалда қазіргі таңда солай, қателеспесем, біз сізді тұрақты көріп жүрміз. Тікелей эфирге жолдама алдым, Тікелей эфирге жолдама кешірім сұраймыз. Байқоңырға сәлем. Тағы да бір сұрақтарыңыз болатын болса, егер де Жайна қарындасымызға міндетті түрде қойыңыздар, біз жауап беретін боламыз. Жайна, тақырыбымыз былай еркін сұхбат есебінде болады. Келіскеніңізге көп рахмет, Алла разы болсын. Өзіңіз қай жерде, қашан дүниеге келдіңіз деген сияқты? Барлықтарыңызға сәлем. Сәлем барлықтарыңызға. Қайырлы күн. Мен Тарғынова Жайна, Бауыржан қызы, Маңғыстау облысы, Маңғыстау ауданы, Тұщықұдық ауылында дүниеге келгенмін 2003 жылы. Сол жердің Сәттіғұл Жанғалов атындағы орта мектептің 9-шы сыныбын аяқтап, 9-шы сыныбына дейін ары қарай өзімнің білімімді Маңғыстау өнер колледжінде дәстүрлі ән бөлімінде Ақмарал Ерімбетованың классында оқып жатырмын. Қазір 4-ші курстамын. Сол Алланың қалауымен осындай жобаға қатысып, осындай жетістіктерге жетіп жатырмыз. Бұл сіздің бірінші жобаңыз ба, Жайна? Иә, бірінші жобам, ең бірінші жобам. Бірінші жобаңыз, сосын тікелей эфирге жолдама алдыңыз, біз сізбен мақтанамыз, тағы да айтамыз. Қалай бардыңыз, кім түрткі болды ол жерге баруға сізге? Енді бұл ең бір жаңағы үлкен жобалардың бірі болғандықтан көп адамдар ұсыныс тастады, қатысып көрсеңші деп. Соның ішіндегі ең жаңа қолдау білдірген апайым болды, өзімнің Ақмарал Ерімбетова. Қатыс, көр, неге көрмеске, бағын сынап көр. Ең жаңағы самый главный дейді ғой, өкініп қалма деді. Қатыс, өкініп қалма. Қатыспай қалғанда деген секілді ішінде өкініш болмасын. Өтпей қалсаң өтпейсің, өтсең ары қарай өзіңнің жаңағы бағыңа қарай деді. Сөйтіп көріп, бағымды сынап көрдік. Аллаға шүкір, осындай кезеңге дейін жетіп жатырмыз. Енді қалай жалпы енді қазіргі қарсыластарыңыз, біздің жаңа Данияр дейтін де бауырымыз бар ғой Маңғыстаудан. Ол бауырымызбен Алла қаласа жақын көретін боламыз. Оған да дайын болыңыздар, құрметті оқырмандар. Енді қалай жалпы енді өнерде қарсылас қой ол кісілер қазіргі таңда, енді жалпы өмірде достарыңыз ол кісілермен енді қалай келесі кезеңге өтетін сияқтысыз ба? Қалай бір сөзбен айтқанда? Келесі кезеңге өтемін. Өзіме деген сенімділікті қазір біліп жатырмын, сондықтан өтемін деймін. Ал енді құпия болмаса, қандай ән орындайсыз, әлде болмаса құпия болу керек пе? Қазір сол үлкен додаларда бақ сынап жүрген әндердің бірі Жанар Дұғалованың «Ізін көрем» дейтін әнін орындаймын. Енді білмеймін, құпия болып қалу керек па, болмау керек па? Ол енді қателеспесем Евровидениеде бас жүлде орын алған болатын да? Турквижнда? Өте үлкен ән. Алла қаласа жолын берсін Жанар апайымыздың. Енді сұрақ, бұл жалпы өнер қалай келді, или жаңағы нағашылар жағынан деген сияқты, или сізден басқа өлең айтатын, ән айтатын адамдар бар ма? Жалпы семьямда, отбасымда былай бір кәсіби тұрғыдан әншілікпен айналысып жүрген ешкім жоқ. Бірақ нағашы жағымда, өзімнің жағымда екі жақта да ән айтады. Былай кәсіби тұрғыдан болмаса да, өзінің қосымша тұрғыдан ән айтып, әуедемейтін қазақ жоқ деген ән айтып қояды енді. Бірақ кәсіби тұрғыдан әншілер жоқ отбасымда. Сіз өзіңіз, мен білсем бір сұхбатыңызда айтқан болатынсыз, мен жаңағындай дәстүрлі әннен басқа да бір өлеңдер айта аламын деп. Бірақ сіз осы кезге шейін біз сіздің жаңа айтқандай жанкүйеріңізбіз, қазақша өлеңдер айтып келдіңіз, сосын дәстүрлі өлеңдер. Мына «Ізін көремдегі» бір домбырамен бір келісті өлең ғой, дәстүрлі. Басқа да бір енді ән айту ойыңызда бар ма деген сияқты?
басқа бағытта ойымда бар, бірақ бұл жерде маған көп ұсыныс айтып жатыр, дәстүрлі әнді айта беріңіз деп та. Өйткені бұл жерде ағылшынша ән айтатын да адамдар бар, қазақша жаңағы әртүрлі түрде ән айтатын адамдар бар, сондықтан өзіңіздің дәстүріңізді айта беріңіз деп маған ұсыныс тастайды. Сондықтан өзім жаныма жақын болғасын осы неде айтып жүрмін, бірақ алдағы уақыттарда басқа жанрларда өнер көрсететін боламын, егер мүмкіндік беріп жатса. Алла сәтін салсын, сәтті жолдасыңыз болсын. Біздер мына жастары, өзіңіз білесіз, біздер осы сауалнама жүргізген болатынбыз. Мен тікелей эфир жүргізсек болады дегеніңізде барлығы сізді айтқан болатын. Біздің Маңғыстаудың сол сияқты оқырмандарымызға да көптен көп рахмет. Сосын тағы Данияр дейтін бауырымызды айтып жатыр. Ол мен де жаңағы айттық, сұхбат жүреді. Ендігі сұрақ, Райна, сізге жалпы өміріңізде өкінген кезіңіз болды ма? Осы өнерді неге таңдадым, андай бір жолыңызды кесу деген сияқты, я болмаса бір орындарға енді бірінші рет қатысып жатырмын деп отырсыз, бірақ сонда да бір ойланып қалған кезіңіз болды ма бұл жерлерде? Неге келдім бұл өнерге деген сияқты? Жалпы осы өнер саласы бұл спорт сияқты ғой, күнде дайындық керек, күнде формада жүру керек. Талап етеді. Жаңа дайындық болмаса, апайларым ұстаздар дайындық болмаса ештеңе шықпайды. Кейде сондай бір дайындықтан ақсаңдап қалатын кездерде жаңағы өнерім дұрыс шықпай жатады. Сол кездерде неге келдім деген сияқты бір нелер болады. Бірақ ар жағындағы бала кезден арман бар, бала кезден қалыптасқан мақсат бар. Сол әлі күнге дейін өстіп жетелеп келе жатыр. Ұстаздарыма, ата-анама үлкен рахметімді айтамын, мені қолдап, осы өнерімді қолдап, бағалап жатқанына. Сол кісілердің арқасында мен осы күнге жеттім. Әлі де жетемін. Рахмет. Мына жерді қарап отыр, Қазақстанда осы сіз дейді, Қазақстанда осы болуына сіз лайықтысыз дейді, барлығы қолдау көрсетіп сәттілік деп жатыр. Барлықтарыңызға көп-көп рахмет. Алла разы болсын. Рахмет. Біз Жайна қарындасымыз. Егер де сұрақтарыңыз болатын болса, Жайна қарындасымызға жіберіңіздер. Біздің сұхбатымыз Жайна қарындасымызбен келісілген болатын, көп ұзамайды. Енді бұл сіздің де қазіргі таңда түсінеміз, андай уақытыңыз тапшы, соған қарамай біз мына мұнайлы жастармен келісіп сұхбат өткізуге келісім бергеніңізге көп-көп рахмет. Кері шегінбеңіз, біз сізді қолдауға дайынбыз дейді. Алла разы болсын. Біз де қолдауға дайынбыз әрқашанда. Дауыс беру жобасы қалай өтеді? Или сол жерде айтыла ма? Соны бір айтып кетсеңіз оқырмандарыңызға. Дауыс беруді әлі дұрыс бізге құпия түрде ұстап отыр. Әлі айтпады. Жалпы тікелей эфирде болады. Қасыңызда қазір қолдауымен халықтың таңдауымен. немесе ешкім жоқ па? Қатысушылардан жаңа Данияр жүреді, кетіп қалды. Данияр жаңа жүреді. Ендігі айтатын тілегіміз сізге, жаңа өзіңіз айттыңыз, көп болмаған, ендігі Алла қаласа бір Қазақстан дауысы Жайна Тарғыновамен деп сұхбат өткізейік, Алла қаласа. Финалда жеңіп шығып, біз сізбен біргеміз жаңағыдай. Бүткілі мұнайлы жастары, мұнайлы ауданының тұрғындары сізбен бірге, Маңғыстау жұртшылығы сізбен бірге деп біліңіз. Ендігі сөз кезегі өзіңізде, осы өзіңізде артыңызда еріп келе жатқан інік сіңірлеріңізге сіз сияқты болғым келеді деп бой түзеген, бой жеткендерге бір-екі ауыз бір тілегіңізді айта өтсеңіз, жалпы Маңғыстау жұртшылығына, мұнайлы ауданының жастарына. Рахмет сіздерге де, мұнайлы жастары. Үлкен рахмет, үлкен қолдау. Сол өзім бақытты, қазір жақсы керемет сезімде жүрмін. Барлық қолдаушыларыма, барлық жақындарыма рахмет. Ең бірінші әрине Аллаға шүкір, ата-анама, ұстаздарымның бұл жерде еңбегі орасан зор. Ақмарал Ерімбетова ең алғашқы өзімнің домбыра ұстатып, өзіме домбыраның барлық қырсығын үйреткен. Және осы эстрада түрінен Айман Саламатовна дейтін апайым бар. Ол кісіге де үлкен рахметімді айтамын. Айтып қалайын деп жатырмын осы жерде. Сол барлық қолдаушыларға үлкен рахмет. Үміттеріңізді, сенімдеріңізді ақтауға тырысамын. Жеңіспін. Данияға да үлкен қолдау білдіремін әрине. Жеңіс бізде болсын, Маңғыстауда болсын, Сәкен ағада болсын.
Алланың бұйырғанын көреміз. Сосын бірден бір Болсын. Сәкен Майғазиев ағамызға біздің Қосбірде Маңғыстаудың бір тұлпары мен бір сандуғаш күміскөме әншілерін өзінің қанатының астына алып, тәрбиелеп, Қазақстан дауысы қылып дайындап шығарып жатқан Сәкен ағамыздың атынан біздің Маңғыстау жұртшылығынан және де Мұнайлы ауданы жұртшылығынан көп рахмет айтыңыз, біздің сәлемдемемізді. Енді құрметті оқырмандар, бұл жерде неге қысқа болып қалып жатыр демеңіздер, себебі Жайна қарындасымыздың өтініші бойынша қазір уақыт тапшы, ертең Алла Қазақстан дауысы атанған кезде барып бір-екі сағаттық жайшылып отыратын сұхбаттарда кездесейік деп айтамын. Жайна, сізге көп рахмет. Алла болсын, Алла серігіңіз болсын. Біз сізбен біргеміз. Жалпы Мұнайлы ауданының жастары, Маңғыстау жұртшылығы тағы да айтамын, сізбен бірге. Біз сізбен мақтанамыз. Қандай да бір орын алсаңыз да, біз сізбен әрқашан мақтанамыз. Үлкен рахмет.